Сәлем достар, сіздермен бірге медицинаны қарапайым тілде түсіндіретін түсінікті медицина каналы. Біз бүгін баланы омыраудан шығару туралы айтатын боламыз. Әрине баланы 2 жасқа дейін емізген дұрыс. Өйткені дінде де, психологияда да, ғылымда да бәрі баланы 2 жасқа дейін емізіңдер дейді. Бақара сүресінің 233 аятында айтқан, анасы баласын толық емізгісі келсе 2 жасқа дейін емізіп барып тоқтатсын деген. Ал ғылыми тұрғыда айтатын болсақ, баланы 2 жасқа дейін емізудің пайдасы анасына да, баласына да өте көп. 2 жасқа дейін емізген аналар аз уақыт емізген аналарға қарағанда омырау безінің ісігі менен жатыр ісігі аз кездеседі екен. Ал баланың денсаулығына келетін пайдасы туралы айтатын болсақ, ана сүтінің құрамы сағат сайын, минут сайын өзгеріп отыратындықтан, ол баланың жасына, дамуына сәйкес онда дәрумендермен толығып отырады. Бірақ кейде баланы омыраудан шығаруға тура келеді. Ерте болсын, немесе 2 жасқа келгенде болсын. Оны омыраудан шығарудың 2 жолы бар. Біріншісі бала мен ананы уақытша айыру арқылы, ал екіншісі стресссіз, ешкім қинамай, біраз уақыт баланы үйрету арқылы, ақырындап үйрету арқылы шығарады. Қазіргі мамандардың бәрінің сізге беретін кеңесі әрине баланы 2 жолмен шығару, стресссіз ақырын үйретіп арқылы, яғни емізуді азайту арқылы. Бірақ кейде баланы 1 жолмен де уақытша бір жерге апарып та шығаруға тура келетін жағдайлар болады. Бірақ енді менің өзімнің ойым, баланы бір жаққа апарып тастағанша, керісінше сол қарап шығарып беруге көмектесетін адам баланы үйге келіп қарап шығарып берсе, тіпті жақсы болар еді. Өйткені ол баланың үйренген ортасы, бала өзін қауіпсіз сезінеді ол жерде, бала ол жерде жатырқамайды, балада стресс кішкене аздау болатын еді. Ал енді 2 жолы ол енді ақырындап үйрету арқылы. Ақырындап үйрету дегеніміз баланың күндізгі емізуін азайту арқылы, түндегі емізуді болдырмау. Оны түндегі емізу, мысалы, айтады көбі, күндізгі емізуді азайтса болды деп. Жоқ, түндегі де азайту керек. Өйткені түнде керісінше бізде сүт бөлінуі көп болады күндізгіге қарағанда. Сондықтан түндегі емізуді де ақырындап азайту керек. Енді баланы омыраудан шығардық. Апарып тастасаңыз да, қасыңызда алып жүрсеңіз де. Енді оның күтімі қалай болады? Сол туралы айтатын болсақ, бірінші омырауды байлауға болмайды, мүлдем болмайды. Өйткені байлайтын болсаңыз, ол жерде сүттің қатып қалуы дейді ғой, лактостаз пайда болуы мүмкін. Екінші ереже, омырауды саууға болмайды. Енді ауыртып шыдатпай бара жатса, ақырындап аз-аздан ғана сауып қойсаңыз болады сүтін. Оны толық сауатын болсаңыз, егер ауырғаны шыдамай, оның орнына сүт қайта келе береді. Сол үшін шыдатпай бара жатса, кішкене ғана сауып қойыңыз, болды, сол жетеді. Сосын тарақпенен, 3-ші ереже, тарақпенен кері бағытта тараймыз кеудемізді. Кері бағытта ақырын тарап қойсаңыз болды. Басқа ештеңе істеудің қажеті жоқ. Дәрі ештеңе ішпейміз, өйткені ол сізге жанама әсер беріп кетуі мүмкін. Оның зияны болуы мүмкін. Кішкене шыдамдылықпен, сабырлықпен күтсеңіз, кеудеңіз ақырындап басылады, сүттің бәрі тартылады, бәрі жақсы болады. Ал егер баланы бір жаққа апарып тастаған болсаңыз, баланы уайымдап, баланы ойлап, олай көп баланы ойлауға болмайды. Өйткені сіз баланы ойлаған сайын сіздің сүтіңіздің тартылуы кешігетін болады. Сосын, егер балада температура болса, ауырып жатқан болса, бала екпе алған болса, тісі жарып шығып жатқан болса, баланы омыраудан шығаруға болмайды. Және де баланы омыраудан көбінесе күннің салқын кезінде шығарған дұрыс. Жазда баланы омыраудан шығаратын болсаңыз, балаңыз ауырып қалуы мүмкін. Ақпарат ұнады деген сенімдемін. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.